Ассалаумағалейкум құрметті жақсылар, сіздермен бірге мен Айдос. Дәл бүгін 11 сәуір 2026 жыл мен Түркістан қаласынан, яғни өзім туған жерімнен Алматы қаласына, яғни менің студенттік қалама, өзімнің оқып жатқан қалама жол жүріп бара жатырмын. Сапар мақсаты енді оқуға баратырмын, оқу жалғастырайық. Қазір жолда түсіндіремін, бұл неғып сәуірде бұл Түркістанда жүр, бұл не істеп жүр, бұл бала неғып қаңғы басып кетті, неғып ютубқа салмай кетті деп қойғалы тұрған сауалдарыңызға қазір жауап беретін боламыз. Вокзалдамыз. Нөмір 22 Қызылорда Семей пойызымен сапарға аттанамыз. 6 вагон, плацкарт санаты, билет бағасы 7000 теңге. Жоқ, өтірік емес, 7000 теңгеге сатып алдым. Қазір айтамын қалай алғанымды. Каспий емес, ешқандай не емес, кәдімгі не арқылы қазір Freedom тикетін арқылы сатып алдым. Қазір пойыз тоқтасын, асықпай ішіне жайғасып алайық. Менің орным үсті болу керек, өйткені енді тақалған кезде, яғни мен бүгін осы пойыз келерден бір 10 сағат бұрын алдым, бір күн болмай жатып. Билеттер бар екен, санаулы ғана. Сонымен сол санаулы билеттердің біреуін алып алдым. Плацкартына қарамай әйтеуір алып алдық. Түркістан вокзалы әдемі кетті ғой. Так, местаға келдік. Үсті, кіресің, екінші орын. Багажым сат үстінде тұр. Тамағым. Қазір болады ұйқы. Ұйқы емес, ойнап айтамын. Ұйықтамаймын. Ал Түркістаннан шықтық. Мына жақта енді бізде депо. Анау жерде ескі тепловоздың макеті тұр. Легендарный. Атын ұмытқанымша. ЕКТ-МК. ЕКТ-10МК сондай. Мынау біздің пайдалану депосының главный офисі. Бас ғимараты. Ар жағынан тағы да бір электричканың вагоны тұр. Мынау жөндеу депосы. Кезінде осы жерде үлкен андай жөндеу депосы болған. Қазір өкінішке орай қаңырап тұр. Ақберен деген атауға ие. 1964 жылы салынған екен. Мынау жазылып сыртында. Менің аталарым осы жерлерде жұмыс істеген кезінде. Менің атам теміржолшы болған. Атамның ағасы теміржолшы болған. Жалпы біздің әулетіміз теміржолдың алыс әулет емес. Жүз жыл дейді. Ақберен. Мынау депоға өзін 100 жылдан асқан екен. Ал мынау ғимарат 64 жыл салынып тұр осындай. Бір қызық нәрсе айтайын. Менің вагонымда әскери адамдар жүр. Яғни жас жігіттерді әскерге алып баратыр менің вагонымда. Бір 20-дан аса жігіт менің вагонымда, және тағы да басқа бір вагонда соншама көлемде балаларды жаңа мінгізді. Яғни жолаушылардан бір мінгізіп жүреді, жаңағыдегі орналастырады. Ол жігіттер әскерге бара жатыр екен енді. Басқа ақпарат білмеймін, қайда баратыр, қандай әскер екен. Жолда байқайтын боламыз, қай жерге түсіп қалады. Енді қазір көктем мезгілі ол әскерге шақырту науқаны. Сол үшін бұл қалыпты жағдай. Мынаның салынып жатқанына 3 жыл болды, әлі тұр ғой. Мына жақ ремзавод деген район. Бұл жерде бұрын ремонтный завод болған дейді. Соның құрметіне осы жақта ремзавод деп айтып кеткен дейді. Андай атауын білмеймін ше осы жердің. Мына жер бұрын тепловоздардың тоқтайтын жері болған. Тепловоздарды жаңағыдегі жанармаймен, отынмен қамтамасыз ететін жер болған. Қазір бұл жер қаңырап тұр. Мына жерде де қаңырап қалған ғимараттар көп. Қазір нақты көрсетейін. Мына жақ темір жолдың мына беті, яғни жолдың асты деп аталады. Менің туып өскен жерім, туып өскен районым. Жолдың астында 3 мектеп бар. Жоқ, 4-еу, бір жекеменшік мектеп бар екен, сол жерде мен 31-ші мектеп бітіргем. Қазір енді Алматыда 3-ші курс оқып жатырмын. Білмейтіндер білмейтіндер білсін деп жатырмын, білетіндер тағы да біліп алсын деп жатқаным ғой. Егер қызық болып жатса.
қызығыңыз болса мен тайм-код қойып қоямын, сол тайм-код арқылы өткізіп өзіңізге қызық жерлерді қарап көре аласыздар. Кімге қай жақ қызық, біреуге Тараз қызық, біреуге Шымкент қызық, біреуге там Отар қызық дегендей. Отар бар айтпақшы, жолда мүмкін бұлар Отарға баратқан шығар әскерге. Отарда өткен үлкен әскери бөлім бар ол жерде. Мен сол жаққа кетуге сәл қалғам, негізінше мен де кетейін деп қалғам әскерге. Енді мен оқудамын деп бас тарттым әскерден. Яғни әр жылдың көктемінде, күзінде әскерге шақырту келеді. Жасың 18-іне асса, айналысатын дымың жоқ болса, денсаулығың жарап тұрса, ішің пысып жүрсе, жалпы әскерге шақырту келеді. Сол кезде өз қалаңдағы әскери неге барасың, әскери комиссариатқа барасың, барып тексерілесің, сөйтіп олар сені жібереді бір жерге, белгілі бір жерге. Оны сен таңдауың да мүмкін, таңдамауың да мүмкін. Көп жағдайда таңдамайсың, өйткені қай жерге жаңағыдегі набор отыр, соған кетіп қаласың. Мен өзім білген едім, мен білмегенім де көп, бірақ өзімнің көрген жерімде тұрдым да, осындай. Мен қателеспесем сол Отарға кетіп қалайын деп қалдым. Бірақ бас тарттым, өйткені мен оқуым болды. Мен өйткені Алматыға барып оқудан бас тарту керек болдым. Бас тартқанда қалай? Академиялық демалыс аламын, бір жылға оқуға бармаймын. Оқудан босатылған қағаз аламын, ол қағазды өткізіп, сосын барып әскерге бардым. Қойшы, барғым келмеді. Не қыламын? Оқуым бар дедім да, бармадым. Мінекей қазір шығып жатырық жолдың астынан. Мына жақтың бәрі салынып жатқан үйлер. Ар жағы жасыл аймақ, жасыл аймақтан кейін бітеді жолдың асты. Мына жақта ремзавод жақта да сондай. Осылай кете береді. Енді біз жақ жолдың асты қаланың шет жағы саналады, ал мына жақ енді қаланың іш жағы бері сондай. Жолдың асты мен қаласын темір жол бөліп тұр ғой. Жолдың асты мен Түркістан қаласын темір жол бөліп тұр. Солай түсінікті болсын. Қазір кешіп жатып жатыр. Мен тексерісін өтіп қойдым, тез тексерді, өйткені мен 2-ші орын билетін тексерді. Сол себептен мені танитын болып шықты, өте керемет. Ішпейтін жақсы жігіт екенімізді біледі әйтеуір. Маған ешқандай күмәні болмайды деген үміттемін. Неге бұл жігіт сәуірде Түркістанда жүр деген сұрақ? Мен өткен жақында Ресейге барып келген болдым. Ресейден кейін бірден Түркістан қаласына келдім. Бір жағы демалуға, бір жағы ұлттық лига ойындары, яғни примерка, Жайдарманның ұлттық лига ойындары. Соны ойнадық, келесі кезеңге өттік. Ол ұлттық лига ойындары осы Түркістан қаласында өтті. Ол мен үшін өте қуанышты нәрсе, өз қалама. Бір жағы демалып келдім, бір жағы ойнап қайттым. Сөйтіп енді қайтатын кезде ой болды, немен қайтамын. Сөйтіп Freedom'ды ашып қалсам 7 мыңға билет тұр. Негізі 9 мың теңге жеңілдікпен 7.800 теңге. Ал кэшбек арқылы 7 мың теңге. Сонымен алып алдым, осылай кетіп бардым. Әдем жатып алдым ше вагонға ше. Плацкарт қой. Жақсы ғой. Көрсетіп па, не отқан тұтты. Аптада 2 рет мініп жатырмын пойызға. Бір қызға айтайын, екі елдің пойызы. Анау Ресейдегі саяхатыма негізі бір апта болған жоқ. Мынау неден Пермьнан Екатеринбургқа. Ол саяхатымда біраз қызық болды. Пермьнан Екатеринбургқа пойызбен, Екатеринбургтан Алматыға самолетпен кеттік қой. Пойыз жақсы болды, самолетте сәл мәселелер болды. Ресейдің қонақ үйіне бірақ шықтым. Самолет кешігетін болса қонақ үй береді екен ғой компания. Сонымен сол самолетіміз кешігіп қонақ үйде жатып біраз күтіп тамақ ішіп сөйтіп қайттық. Плацкарт деген осы Ресейді плацкартында басқашалау екен. Енді РЖ бөлек, КТЖ бөлек дегендей. Қазір алдымызда темір. Темірде қайттан жалғастырайын түсірілімді. Ал біз темірге келдік. Темірді адамдар түсінбейді, қайда ол? Темір деген мынау Шәуілдірдің станциясы болып саналады. Шәуілдір ол Отырар ауданының орталығы. Былай айтсақ, Отырар ауданының негізгі жалпы станциясы деп айтсақ болады. Тұру уақыты 3 минут деп көрсетіп тұр екен. Негізі бір
бір пойыздар бұл жерге 20 минут тоқтайды, біреулер 15, біреулер 3 минут тоқтайды. Осындай қызық. Бірақ кәдімгі үлкен станция деп айтты, үлкен станция емес. Енді тұлпар өлкелер тоқтамайды точно. Жаңағыдай адамдар, әскери адамдар мініп жатыр деп, әскерге кетіп жатыр деп жатырмын. Соның қайда баратқанын білдім. Олар Шығыс Қазақстан облысының шекарасына, яғни шекара қызметі әскері екен, яғни бұлар неге қарайды? Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарайды. Шекараны қорғауға баратыр екен. Осы Түркістан облысының жігіттері екен. Осының барлығы бізбен бірге мінгеннің барлығы. Енді Түркістанда мінсе, Түркістан облысының жігіттері болады ғой енді. Тағы да әскерилер мінеді дегенді естідім, өйткені келесі вагон бос тұр екен. Бос тұр деп айтсақ болады, өйткені адам жоқ ана жерде. Бір-екі қана орындар толған, вагондар толмаған. Қазір әскердің науқаны болғасын, енді сондайлар қазір көп мінеді жолда. Шығыс Қазақстан Қытаймен шекара болса, сол Маханшыға баратыр. Мен солай естідім жаңағыдай, өйткені олар сол Қытайның шекарасы жайлы көбірек айтты. Өзім солай тұспалдадым. Қазір жүреміз темірден, міне қимылдап жатыр. Жөндеуден өтіпті ғой вокзал ғимараты. Әлі де өтіп жатыр екен. Мынау жаңасы екен, жаңасы салып жатыр екен. Мына жақта ескісі бар, қателеспесем, иә? Темірі деп тұрады. Темірді былай қазақшалап темір деп жатады, орысша келген кезде Тимур деп кетеді. Тимур деген ол басқаша мағынаға кетіп қалады. Тимур деген адам аты деп ойлап қалады. Негізі темір ғой. Мына несін жаңалапты, платформаларын пойыз келген кезде енді анаған келсе әдемі болады. Ол темірден жүрдік, қазір енді 1 сағатқа жетпей, 1 сағаттың көлемінде Арыста боламыз. Пойызда сәл кешігу бар екен, оны байқадым. Арыстан кейін Шымкент. Шалқыған шәуілдір дейді. Анау жақ шәуілдір, анау отырған жарықтар. Осы темір арқылы шәуілдірге кереді. Шымкенттен келетін көліктер. Арысқа келдік. Тала жаңбыр жауған ба, әлі сондай бір не. Жаңбыр жауған сияқты, қандай бір иіс сезіліп тұр сен орныма. Келдік Арысқа. Мынаны жаңалап тастапты. Алдым бір келгенде, жаңа жылдың алдында бір келдім ғой Арысқа. Жаңа жылда кейін келдім айтпақшы, иә. Алматыға барып келген сол кезде мына жерде топырақ қазір не төсеп тастапты. Қазір дұрыстап көрсетемін, қараңғы дым көрінбейді. Мына жақтарға жарық дұрыс ембепті. Менің камерам қойып жатырмын. Жоқ, жарық жоқ мына жақтарда. Міне енді басталды. Мынаны бітіріп қапты ғой, әжептеуір қойып тұрған ғимарат. Қазір түсіп көрсетейін сіздерге, түстік, мінекей. Мынау жаңадан салынып жатқан вокзалы. Негізі мына жерде ескі вокзал болған, соны бұзып тастап жаңасын салып жатыр. Ана жерде бір ғимаратты уақытша вокзал қылып қойған.
сол жерде күту залы, касса бәрі сол жерде. Қазір тепловозды алып тастап жатыр. Тепловоздың орнына электровоз жалғайды. Енді бізді Алматыға дейін электровоз жүреді. Сондай әдеттегі көріністер, бұның барлығы қандай. Маған таңғалатын нәрселер емес. Сіздер таңғалып оқ деп отырсаңыздар, қолдап отырыңыздар, иә. Осындай қызық нәрселер болса. Арыстың адамдары болса. Арыс жылдан жылға әдем болады. Бұрын Арысты бір ауылда ойлайтын едім. Әдем болып кеткен қазір ше. Мен Арыстың ішінде ешқашан болмағам. Бір күні болып қалармын. Жоқ, анау TikToktан неден көресің ғой әйтеуір ше. Сол кезде. Әдем екен деп қалам ше. Тұру уақытын ұмытып қалдым ше. 20 минуттай ма тұрады, бірақ кешіп келді пойыз сөздің ашығы. Мен қысқаратын сияқты. Мына вагон неге бос тұр ше? Іші толық емес, жартылай бос тұр. Ана вагонның іші де бос тұр. Болды, түсіндім не екен. Әскерилер мінеді ғой қазір, Шымкенттен. Біздің вагонның жартысынан көп әскерилер отыр ғой. Әскерге баратқан жас жігіттер. 18 жастар. 2008-дер. 2006-2008-дің аралығы. Менің жасымда. Құрметті жолаушылар, темір жол транспорт. Басына бармауға шешім қабылдадым. Басына бармай-ақ қояйын. Қазір жүреміз болғанда негізі пойыз кешіп келе жатыр екен. Негізі жүру уақыты өтіп кетіпті. Сонда да әлі тұрмыз, өйткені басы ауысып кішкене былай дегенше, в общем, кішкене әлі уақыт керек қой. Кіре берейік қазір, тарыстар жауып тастамай тұрғанда, келесі бізде Шымкент енді осы пойыздың ең ұзақ тұратын станциясы екен. Жарты сағат тұрады. Кеттік, вагонға барайық, іштен отырып сөйікті. Арыстан жүрдік. Арыс 2-ден. Қазір келесі бізде Шымкентке 1 сағатта барамыз, білмеймін, бірақ қаншалықты баратын. Шымкент пен Арыстың арасында тежірек жүреді бұлар. Кешіккен уақытын жетіп алады деген үміт бар. 10 минуттай ма кешігі бар. Нақты есептеген жоқпын, жоғымен десалым ше, 10 минуттай. Шымкентке қарай көреміз. Бұл түн болды. Бір ұйықтап алсақ. Ұйықтамаса да болады негізі, қатты түнеміз ғой. Неге Семейге алдым дейтін адамдарға, Алматыға кешкі уақытта шығатын пойыз керек болды. Сөйтіп қарасам, Семейдің уақыты тиімді екен маған ше. Түске жетпей барып қояды. Түсте өзіміздің жатақханамызда боламыз. Рахат екен, қой, ала салайын дедім. 7000 теңге деп тұр. Есептеп қарасам, 7000 деген күшті ғой. Мен осыдан қанша? 3 жыл бұрын сондай бағаға алатын билеттерді. Неден, Каспийден. 2023-те оқуға түскен жылы сондай бағаға алатын Алматыға. Мынау рахат екен деді. Арыстың аудандары ғой, райондары. Парковый дейтін район ба, стадион дейтін район ба, көп естімейдір сол райондар жайлы, атшулы райондар жайлы. Навет жүріп қойын да. Наяқ Шымкентке шығатын жолы бар. Шымкент жақтан осы жолмен келеді. Жерде көпір бар еді ғой. Опа. Не поезд, ну? Грузовой ғой.
Шымкентке тоқтап жатырмық. 10 минуттай кешігу бар. Мен қазір өзім орнымнан түсуге егіліп түсіріп жатырмын ше. Дұрыс көрінбесе кешірім сұраймын. Келдік. Камера мықты болды. Кока-кола. Ал Шымкенттеміз. Күшті болып тұр. Бағана айтқан әңгіме ғой, сол военныйлар, жаңағыдай нелер, жас сарбаздар әскерге аттанып бара жатқан, соны шығарып жатқан енді әке-шешелері, бауырлары. Жаңағыдай көрші вагонға да осындай бір топ жас сарбаз мінді. Олар да сол сояқа ма білмеймін, сұрамадым енді, ол неге енді. Мен бірден көрсем, ол жарнама емес, сіздерге бұны ұсынбаймын. Көп ішпеңіздер, көп тұтынбаңыздар, мен сағынып қаптым ше. Мынаны ішпей келіп, шынымды айтайын, бір айдан асып кетті ше. Ораза басталған, ораза біткен кезде бір іштім. Ораза кезінде бір ішкен месінде, одан кейін ішпедім. Бір көрейік та, я. Сіздер көп ішпеңіздер, мен де бір айына бір ішіп тұрамын осыны ше, бір. Білмеймін, ішкім келеді, білмеймін, бір тартып тұрады ше, бір. Ойымда бірдеңе бар, соны тартып тұратын. Бір ішейік. Қытаймыз ғой, әрбір. Маған әсері жоқ мұның. Аман-есен Шымкенттен жүрдік. Сәл кешіккен болмаса, негізі жақсы келатырық. Шымкенттен кейін Манкенттен кейін Түлкібас, Түлкібастан кейін Боранды, одан кейін Тараз. Тараздан кейін ол... Енді оны бәрін айта бермей болмайды ше, оны кішкене барып көру керек дегенде ғой. Адам көп, Шымкентте әдеттегідей. Мына жерде военкомат адамдар. Әр станциядан жаңағыдегі военкоматтың нелері келіп түгелдеп алама бірдеңесі бар екен ше. Мынанша солдат, мынанша адам аман-есен жетіп алыңдар деп. Мен білмейтін ше осы солдаттар қалай пойызбен барады деп. Мен ойлайтын өздері солдаттар пойызбен бара береді деп ойлайтын ғой. Қай жаққа жіберді, сол жаққа бара береді деп. Пойызды бір вагон жалдап қойып бара береді деп ойлайтын бұрын. Сөйтсем бұлда да жұмыс көп екен пойызбен жүргенде. Бағам ол мен. Шымкенттің ішіндеміз ғой әлі, мен Манкентке келіп қалдық па деп бір камераны қосып қойғам ғой. Әлі бар екен. Манкенттің арасында да біраз жол ше негізі. Көп үйлердің арасында өтеді ше. Мен сол жарық көбейіп кеткенге ойлап қалдым ба. Қазақстанда ең үлкен агломерация Шымкенттің агломерациясы, кім біреу білсе біреу білмейді.
Манкенттен жүріп жатырмыз. Ал біз Жамбыл облысы Шу станциясына келдік, аман есен. Таңғы салқынмен әдемі жетіп алдық. Жақсы ұйқы болды түнде. Мен қатты ұйықтап қалыптым ше. Қайерден басталды? Манкенттен бастап Шуға дейін қатты ұйықтаған соң ғой. Шаршаған адамға гориллада әсер етпейді. Мен жаңағыдай горилланың әсерін сезген жоқпын, сөздің ашығы. Мен әлде организм ондай қандай сезінбейтін болып қалған ба, білмеймін. Енді горилла қатты көп ішпеймін, арасында бір ішіп тұрамын, бірақ соның өзінде мен организмім горилланың бір келіп кететін несі қалмапты, уже әсері қалмапты. Әдетте горилла ішсең, түнде ұйықтаған өте қиын. Ұйықтай алмайсың, горилла ішсең мүлдем андай мазасызданып кетесің, төсекке жатсаң. Ал горилла ішкеннен кейін былай ары бері жүрсең, кішкене андай бодрый болып жүресің. Мүмкін мынау пойыздың жайлылығының да әсері бар шығар. Вагондарының да, білмеймін. Не болса да жақсы болды. Алматыға сәл ғана қапты. Қазір енді таңғы 7 қазір. Енді бір 4 сағаттан кейін Алматыда болады екенбіз. Әдем. Жолда отырға тоқтаймыз. Сонымен Алматы болды. Түнде Тараз, Түрксіб деген жерлерден өтіп кеттік. Ұйықтап жатып. Мына жақта жөндеу жұмыстары әлі де қарқынды қызу жүріп жатыр. Мына жақта вокзал дейді. Сонда қазір вокзалдың несі осы жерде болып тұр ғой, Мына жақта болып тұр вокзалдың ғимараты. Таңғы уақыт болғасын ба, сауда тып-тыныш қой. Әдетте қызатын еді сауда. Пойыздың бір бәрі ұйықтап отыр деп айтсақ болады. Мен де оянып кеттім, өзімен өзім қалай болған білмей қалдым. Ұйықтап жата беретін сияқты. Алматыға дейін көрермендерім Шуды көргісі келгесін оянып кеткен шығар. Қазір таблоны қара жерейші, қанша уақытқа дейін тұратын. Үлгеріп атсақ тағы да бір жүріп кетейін ары бері. Бір орында тұрғаным біраз болды. Қанша вагон бар екен деп білмеймін ше, мына жерде. 1 сәуірден бастап өзгерген екен ғой, Так, Алматы бірге 11:54-те келеді екен. 54 минут тұрады екен. Әдемі ғой. Так, отарға 9:30-да келеді екен, 5 минут тұрады екен. Қазір 7 минуттан кейін жүреміз Шудан. Әдемі. Алматы бірден кейін тағы көп жерге тоқтайды. Жетеген, Қапшағай, Сарыөзек, Ақузяк, Матай, Ақбалық дейді.
Жаңғызтөбе шар. Семейге ертең барады екен ғой осындай. Жоқ, ертең шарда болады. Семейге жоқ, мен ертең 2 сағаттан кейін. Яғни 24-ге 2-ні қоссақ 26 сағатта барады. Әдемі. Әдемі. Басқат, әдемі. Ботқа жүреді екенбіз кеттік. Судан шықтық ал. Жүрдік ал, шыққан жоқты судамыз ғой. Паспорт объекта дейді. Көзім жетпейді ше. Бұлай көріне ме екен? Көрінбейді. Қашан бітетінін білейін дегем ғой. Жазда енді 1 жыл болды осының істеліп жатқанына. Шілдеде, қателеспесем, шілдеде бастады мұны. Мен тамызда бір өткен кезде осыны істеп жатқан ше, сыртын бұзып. Қалалық емхана дейді. Так, шуда мен осы жылдыққа 2-ші рет келіп тұрмын, е. Астанаға қанша рет барсам да шуда нағыздан жылап жатыр. Армия. Бұяқтан да армияға әкеліп жатыр ғой балдар. Астанаға қанша рет барсам да шуда 2-ші рет болып тұрмын. Өйткені мен мінген пойыздар, яғни Алматыдан Астанаға мінген пойыздар шуға тоқтамай өтіп жатыр. Жоқ, 3-ші рет екем, я. Қостанай, яғни Алматы Қостанай пойызы шуға тоқтап өтті ғой айтпақшы, оны ұмытып кеттім ғой. Қалған пойыздар шуға тоқтамай өтіп кетті. Не отыр. Депосы бар еді ғой осы. Соны көрсетейші. Қазір енді біз бағытымызды шығысқа қарай бұрамыз. Шығыс емес, солтүстік шығыс. Солтүстік шығысқа қарай бұрып, сосын шығысқа қарай жол түзейміз. Отарға қарай жолда Дала Қайнар, Шоқпар деген жерден өтеміз. Бел Отарға дейін. Отардан кейін Қопа, Жирен Айғыр, Қазбек. Тағы бар ортада андай майда. Мен өзімнің білгендерімді айтып жатырмын ғой. Қостанай локомотив пайдалану депосы дейді. Мынау қаяқты? Мынау көрінбейді екен. Әр жақтың нелерін кездестіресің осы жерде ше. Мына жерде ғой. Шудың несі депосы. Екібастұз дегенді де көргенмін осы жерден. Павлодар дейтін бар. Үлкен темір жол орталығы ғой шу деген. Ана жақта тағы да міне тепловоздар бар. Мен Астананың депосын көргем. Аралап кәдімгідей. Шуды да көрсем екен деп ойлап қоямын ше. Не бар бұл жақта? Көбісі Вейлс ешен сияқты. Мынау қаяқ Қарағанды дейді. Техникалық қызмет көрсету дейді. Ана жерде тағы бір Вейл тұр. СКДЕ дейді. СКД-6Е дейді. Маневровый тепловоз. Мына екеуінің аттары жазылып тұрған жоқ. Несі аймағы, регионы. KZ4A0076. Алматының қабыналар ше, Алматының сияқты. Шу локомотив пайдалану. Бұяқтікі пайдалану маңы мен жөндеуде жоқ, жөндеуде бар деп ойлап отырмын ғой. Әлі жөндеу депосы бөлек бар. Мына жақта путеистер жұмыс істеп жатыр. Бұлардың жұмысы да бір бөлек қой енді.
пинет қойылады қара жұмыс. Наверное, жөндейтін депосы да бар еді ғой шудың. Бар, міне. Шу локомотив жөндеу зауыты деді, міне. Астанада сондай айтпақшы, пайдалану жағы бөлек, жөндеу жағы бөлек қой. Шуда да сондай екен ғой. Мән беріп қарап атырмын да осы депоның несіне. Бұрын өтіп кете беретін тұғым ғой. Анау міне жөндеу депосы. Үлкен екен ғой бұлар жөндеу деполары, иә. Ішінде электровоз көрініп тұр ма, ана. Осы Тараздың депосын жауып тастады дейді, рас па, жоқ өтірік па? Жабылады деп отыр еді Таразда. Жамбыл облысында тек Шуда ғана қала ма? Локомотив жөндеу. Бізде Түркістан облысында Шымкенттен Арыста ғана қалыпты ғой. Сарыағашта бар, иә? Депо. Жөндеу депосы, Сарыағашта жоқ па? Арнайы андай вагондар. Арнайы техникалық вагондар. Соның тұрақ екен ғой, нер. Болды, шықпады. Қазір Шу өзенінен өтеміз. Әдем болады сосын, ары қарай. Ары қарай қазір екіге бөлінеміз. Жаңағы бірлік деген жерді айттым ғой сіздерге, иә? Астанаға барған кезде айттым ғой, бірлік деген, сол бірлік деген жерден өтеміз қазір. Сосын Алматыға қарай бұрыламыз. Түрксіб темір жолы ғой, жалпы осы темір жолдың барлығы Түрксіб болып саналады. Ал Астанаға қарай кететін жолды қазір айтамын. Аты бар оның. Транс Қазақстан. Иә. Шу, Мойынты, Ағадыр, Қарағанды, Астана, соның бәрі Транс Қазақстан. Қазақстанның оңтүстігінен солтүстігіне баратын жол. Шу өзені. Осы аймақта қазақ хандығы құрылған Шу өзенінің бойында. Осыдан 560 жыл бұрын. 2015 жыл ме? 2015 жыл 550 болса, қазір 561 жыл болыпты ғой, қазақ хандығының құрылғанына. Ол 550 жылдық деп сол бірінші рет аталып өтілуі екен ғой, сол мен бойынша, естуім бойынша. Оған дейін ол қазақ хандығының
несін атап өтілмейтін болған ба сондай дейді. Енді Ресейдің құрамында болдық қой, біз СССРдің құрамында болдық, империяның құрамында болдық. Сол кезде енді бізді барынша жоюға тырысты ғой олар, енді ұмыттыруға. Біз ұмытпаймыз, біз тарихымызды қастерлейміз, тарихымызды сыйлаймыз. Ол бірлікке келмедік әлі, ә? Қойш, тамақ жолайын мен, ә? Не отыр? Мына ауылдың атын ұмытып тұрмын ше, nerede бір ауыл бар екен. Әдемі ауыл екен. Оттар жаққа келатырық ше. Осындай таулы жерлерден өтіп өтеміз қазір. Таулы жерлерден өтіп барып Оттарға келеміз. Біздің екі бетімізде тау қазір. Мына бетінде, мына бетінде тау. Мына жол, нейді жол бар, кішігірім бір көліктік жол. Сол Оттарға барады дейді. Қазір Оттарға жақындай бастағанда көріне болсайды, әскери нелер, полигондар. Мына бетіне көрсетіп қойын, я? Тауды қараңыздар, шана тұрған. Үстіге күшті. Осынау екі таудың арасында, осынау үлкен кең далада кезінде 1729 жылы 1729 немесе 1730 андай тарихи деректерде біреуінде 29, біреуінде 30 деген. Маңызды емес, осы аймақта аңырақа шайқасы болған. Қазақтардың біріккен қолы жоңғарларды талқандап, елімізді жалпы жоңғарлардың шапқыншылығынан азат еткен. Ең негізгі шайқас осы жерде болған. Енді бұл бір жерде болмаған, осы үлкен аралықта болған. 100 шақырымға дейін созылған дейді шайқас болған аралық. Бірақ осы негізгілері осы аймақтарда болған дейді, осы Отардың айналасында. Отар жақта бір Аңырақай деген бір станция бар. Сол жерде бір не қойылған, монумент. Осы жерде жаңағы елімізді қорғаған батырларға тағзым деген жазуы бар. Неге Аңырақай? Өйткені үлкен шайқас болған. Шайқастан кейін жараланған, кейбір қаза болған, немесе бір денесі бөлшектеніп қалған көптеген сарбаздардың, яғни жаудың сарбаздарының мүрделері біразға шейін жиналмай жатқан. Сосын енді жаны шығып жатқан адам енді аңырайды ғой, деп. Сол аңыраған дауыс осы бүкіл даланы алып жатқандықтан мына жерде Аңырақай деп атап кеткен. Шайқасты да кейін Аңырақай деп атап кеткен. Енді мен өзімнің естуім, өзім оқығаным бойынша, біреулердің тұжырымы бойынша басқа. Аңырақай деген ол осы жердегі өзеннің аты дейді. Сол бойынша шайқасында аты Аңырақай. Біреулердің нұсқауы бойынша Аңырақай деген ол жоңғардың сөзі. Жоңғардың осы жердегі бекінісінің аты Аңырақай екен. Сол Аңырақай үшін шайқас болғандықтан осы шайқастың атын Аңырақай шайқасы деп атаған дейді. Бірақ менің естуім сол ең тұжырымға, ең андай мега қонымдырақ тұжырым. Ол шайқас бір күн болмаған, өте көп уақыт болған, бір аптадай ма, одан да көп уақыт болған. Ол бір уақытта соғысып, жаңағыдегі жеңіп тастамаған. Ол ана жерде бір соғыс болады, мына жерде бір шайқас болады, ана жерде бір шайқас болады. Сөйтіп
жоңғарлардың дымын қалдырмауға осы жерде. Отарға келдік ау. Отар жаққа. Қазір не отыр? Отарға келдік. Тұрған әскери қалашық. Гвардейский деген. Вокзалның бетінде болу керек. Қарама-қарсы бетінде вокзал. Жаңадан салынып жатыр бұлардың. Жаңадан болғанда ескісін бұзып, қайтадан жаңасын салып деген ғой. Плиталармен қоршалған қоршаудың артынан басталады ғой әскери қалашық. Bu жаққа көрінген адам кірмейді, жаңағы немен кіреді, рұқсатпен кіреді ғой. Мына жерде кім жерленген? Орындық істеп қойыпты. Міне мына жерден осы жерден өтеді ғой. Бүкіл әскери нелер. Ана жерден негізгі кіре берісі бар. Олар жақтан жатқан сияқты ғой. Ана бетінде шығайын, е? Осы бетінде, қарама-қарсы бетінде. О, бөлек болып. İyiymiş olay ya. Тұру уақыты 5 минут болу керек. Ay сезім. Мынау уақытша вокзал ғой, мынау ғимарат. Мына бетінде салынып жатыр. Автобус. Отардан жүрдік. Мынау жаңа вокзалдары міне салынып жатқан. Қашан бітетінін біле алмадым мен. Түскенде де түсіп қайтадан мініп кеттім. Мына жерде Бота деген магазин бар еді ғой, әлі тұр ма? Мен бір осыны видеоға түсіргем, сөйтсем хозяйына рахмет деп жазып қойыпты астына. Тиктокқа салып жібердім, айтпақшы, сол видеоны. Тиктоктан көріп жазған ғой. Жаңа бір топ әскери адам мінді бізге пойызға. Енді Отар әскери қалашық болсын.
сааттан кейін Алматы жақта боламыз. Алматы облысы Жамбыл ауданының ішінде деп тұратынбыз. Білмеймін қандай екен, бір жерден өтіп жүрміз қазір бір. Кішкентай разъезд ба, сондай. Күн ысып тұр Алматыда. Алматы облысында. Алматыда көреміз қанша болады. Қандай жер Алматы? Жирен айғыр емес болса. Осындай ауылда да адамдар тұрады ғой негізі. Мал бағып, жаңағыдай. Қазақстан темір жолы. Не ат жоқ мана жерде. Жирен айғыр сияқты меніңше. Нелерді тауларды мен Алматы таулары деп тұрмын ше. Іле Алатауын. Ана жерде адам тұратын үй сонда анау ғана ма? Анау Қазақстан темір жолы деген ғана ма? Анда адам тұрмайды. Жирен айғыр. Жирен айғырдан кейін Қазыбек деген станция. Темір жол салынып жатқан, который. Темір жол салынып кетіп қалған. Одан ары қарай Жыңғылда Шамалған тармақ станция бар. Ақсеңгір, Оралдай, Алматы. Жетпіз ғой. Жаңа айтқан Қазыбек деген ауылға келдік. Алматы облысы Жамбыл ауданы темір жолшы ауылдық округі. Бәрін біліп алған ба? Бұл жерге тоқтамайды. Өзім былай түсіріп алып жатқан бой. Бұл жерге үлкен пойыз тоқтаған көрген емеспін ше. Тек электричка бар ғой, жерге шейін жүреді. Алматы Қазыбек деген. Тұран экспресс компаниясының. Басқа пойыздар тоқтаған жайлы білмеймін, бірақ алдағы уақытта бұл жердің маңызы арта түседі. Өйткені Қазыбек жетіген темір жолының құрылысы аяқталғаннан кейін бұл жерге маңызды жүк торабына айналады. Яғни Алматыдан Қазыбектен шыққан пойыз Алматыға соқпай-ақ бірден жетігенге бұрылады. Бұл әсіресе контейнерлерге өте тиімді. Неге баратын? Алтынкөлге баратын. Харгос дейміз.
мына жердегі барлығы жаңа деп айтсақ болады. Бұрын кішігірім станция болса, қазір енді үлкен станцияға айналу үстінде, кеңейіп жатыр. Құрылыс әлі де жүріп жатыр. Жұмысшылар мерседеспен жүреді бұл жақтан. Жаңадан салынған көпір. Ой, телефон қамшыды ғой. Осы жерден бұлай қарай бұрылады пойыздар жетіген қарай. Шамалғанға келдік ал. Шамалған станциясы. Чемолган дейді орысша. Негізі Найердің аты Жібек жолы. Мына елді мекеннің аты. Ал Шамалған деген ауыл Қаскелен жақта. Бұяқтың да вокзалын жөндеген. Бірақ енді көрінбей тұр, мынаның артында ғой вокзалы. Әйерде шіркеу бар екен. Мешіт те бар мына бетінде. Екеуміз 3 мешіт бар осы жақын маңайда. Сары дейді. Мынау ғимарат қой, жаңадан салынғаны. Артынан мешіті бар. Совкомбанк лизинг. Фонд развития промышленности дейді. Мына вагонның сыртын оқып жатырмын. Низовка дейді. Мынау не вагон?
тоқтағанымыз ше біздің. Шамалғаннан шығып жатырмық. Мынау Шамалғанның көпірі жаңадан салынған. Жаңадан болғанда бұған да біраз жыл болды ше. 2019-дағы оқиғадан кейін салынған көпір. Кептелісті азайту мақсатында. Алматының несіне кірік деп айтсақ болады, агломерациясына. Бұл алдымызда Ақсеңгір, Боралдай, Алматы бір. Таулар бөлеп қой, таулар. Қаншайым болмады Алматыда. Бір апта болмады ма осы? Бір апта емес, ойбай, наурыздың 20-сынан бері жоқпын Алматыда мен. 22-сі ме, 22-сі шығып кеттім Астанаға қарай. Содан ары қарай Россия дейма. Жоқ. Россиядан келдім ғой Алматыға мен. Сосын самолеттен бірден жолға шығып кеттім. Россияға неғып бардың деділерге жауап берейін енді. Анау Премьер-лига ойындары, Ресейдегі болатын Премьер-лига ойындарына жолдама алған ба біздің ағалар. Сәтбаев университетінің главный командасы. Ол енді белсенді деген жігіттерді алып кетті ғой. Соның ішінде мен де болдым. Ресейді көріп қайттық. Перм деген қаласын көріп қайттық. Ақсеңгір деген жерге келдік. Онда вагондардың моласы деп айтады көбісі, білмеймін, андай керек емес вагондар осында қояды дейді. Сонда келдік. Ескі вагондар осында. Мынау істен шыққан, қолданыстан алынған тұлпар тальголар кезінде Атырау Алматыда жүрген. Ең алғашқы келген поколениялар осылар еді ғой. Көрінбейді ар жағы. Түркістан тұрғанның сыртында. Мен бір жылдар осыны видеоға түсіргем. Сыртында әдемі деп. Әлемге аты әйгілі. Анақта көп вагон бар ше. Неше түрлі вагондар бар. Тоқтап отырмыз ба? Мына вагондарды мен соңғы рет Алматы сараптан көргем. Жоқ, мынақта виза дейді ғой. ВСА дейді. Алматы қандай? Көрінбей тұр. Алматы Алтынкөл қателеспесем. Болмаса Алматы Алакөл. Мыналар бұрын Маңғышлақта жүрген вагондар. Кейін Семейде жүрді бұл вагондар, я. Алматы Өскеменде жүрді вагондар. Бәйтеректің вагондары еді ғой, украинский вагондар. Вагондардың бәрін тарихын біледі дейм, а? Украинскийлар ең әдемі вагондар тұрған ше. Нелер келмей тұрып. Российский новыйлар келмей тұрып. Тверскийлар. Маңғышлақта жүрді осылар көп ше. Семейде көп жүрді. Қызылорда Семейдің жарты осындай тұғын ғой. Олардың да заманы бітті десе, я. Осының аумағына мен бір рет кіруге тырысқам ше. Охранниктер қатал кіргізбей қойды. Қызық жүр бірақ. Вагонымыз әттейін десең ше. Ақсы жөндеп отыр. Ақсеңгірді. Ол сәл қапты ғой. Алматының аумағына да кіріп жатыр да сәл. Келдік Алматы бірге.
екінші жолда екенбіз. Сіздерде жолдарыңыз болсын, аман есен жетіңіздер. Жөндеу жұмыстары болып жатыр ғой әлі. Туф, бір әскерге. Ana kaldıklara taptıracak bu oğlum bence de. Asıkanın göbekinde de böyle sürüyor mu? Ayak oradan bir şey mi? Böyle sürüyor. Tamam, çok çok olmuyor. Buyur. Görmeyin bakalım. Şimdi tutun bana. Biraz tutup da sonra. Аман есен жеттік Алматыға. Вокзалда видео сурет келіп тұрған жоқ, барлығы жер құлпарып жатыр. Әрең шықтық мына чемоданмен ше. Ыңғайсыз. Бүйтеміз ғой қазір ше. 7-ге, болмаса 30-ға секіріп Байтұрсынова Сәтбаевадан салам алейкум боламыз ғой үшін. 7 келді ғой міне. Оңайым дайындайын, я. Достар, видео аяқталды. Міндетті түрде қолдаймыз, лайк басамыз, қалдырамыз. Кеттік ал, осыған мінемен кәз. Ен ол, ашпаймын есігі.